сәлеметсіздер ме? Табиғат ер адамды әйелді өзіне бағындырып, оны жаулап алғанын және оған иелік етуін барлық уақытта сезінгенін қалайтындай етіп жаратты. Дұрыс жыныстық қатынасқа түсу қабілетін жоғалту ер адам мен әйел тарапынан әлсіздік болып қабылданады. Әйел көпшілік жағдайда өзіне тіпті басқа кемшіліктер болса да, жыныстық жағынан белсенді серіктесті таңдайды. Мұндай таңдау әйелдің денсаулығына ғана емес, ұрпақтарының генетикалық саулығына да әсер етеді. Тіпті бала туылмаса да, әйел әрқашан толыққанды жыныстық серіктеске бейсаналық деңгейде ұмтылады, себебі табиғат осыны талап етеді. Эректилді бұзылыстың пайда болуы ер адамның денсаулығын бұзады. Зерттеулердің көрсетуі бойынша жыныстық қатынасқа ұдайы түсуші еркектер жыныстық қатынасқа түспейтіндерге қарағанда орташа есеппен 20%-ға көбірек өмір сүреді. Ер адам дұрыс жыныстық қатынасқа түсу үшін оған жауапты барлық мүшелер мен жүйелер шеңберін қайта қалпына келтіру қажет. Жыныстық қатынастың сапасына ықпал ететін мүшелерге кешенді әсер ететін табиғи препараттардың бірі лавистрал форте. Еркектік жыныстық қызметті қайта қалпына келтіру курстық программасында біз алынған ақпаратты талдап, ағзаның барлық ерекшеліктерін есепке ала отырып, анағұрлым нәтижелі курстық программаны тағайындауға тырысамыз. Бізбен байланыста отырып, сізге таңдалған курстың нәтижелігіне жауапкершілік жүктелетін нағыз кәсіби мамандарымен жұмыс жасайтын боласыз.